Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай әрі дәмді шығатын жасалу өте қарапайым панкейктер дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бір жұмыртқаның үстіне қантты салып, бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Міндетті түрде егер де сары май қатты болатын болса, пешке ертіп алып қоссаңыздар да болады. Енді барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Арасында майдың түйіршіктері үлкен болып қалмау керек. Осылай жақсылап араластырғаннан кейін үстіне сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Мен тоңазытқыштан алып бірден құйып жібердім. Негізі барлық заттар бөлме температурасында болып қоссаңыздар да өте жақсы шығады. Енді жақсылап барлығын араластырып, үстіне өлшеп алған ұнымызды қосып, жақсылап барлығын қазір араластыратын боламыз. Және де бір шай қасық разрыхлитель, яғни қамыр қопсытқышты қосуды ұмытпаймыз. Енді венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Бізде сәл қатты қою да емес, сұйық та емес масса шығатын болады. Құрамын описание бөліміне жазып қоятын боламын. Міндетті түрде қарап, дәл солай жасап қосыңыздар құрамын. Енді қызып тұрған табаға ешқандай май құймай пешке қыздырып алып, үстінен осылай жаңағы дайындап алған массамызды құйып, бетіне осындай түйіршіктер шыққан кезде, яғни тесіктер шыққан кезде бірден келесі жағына аударатын боламыз. Бұл яғни пісті деген сөз. Отты міндетті түрде баяу отқа қойған дұрыс, сонда біздің панкейктер күйіп кетпей өте жақсы ақшыл болып шығады. Мінекей осымен біздің панкейктер дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үстіне қалауларыңызша шоколад немесе қоюлатылған сүт, яғни сгущенканы қосып, таңғы асқа, бестің шайына немесе балаларыңыз тәтті жегілері келген кезде жасап жіберсеңіздер, өте оңай дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, менің парақшама тіркеліп білбіл басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен түрлі рецептермен бөлісетін боламын.